Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Ертеректе бір қарлығаш жардың қуысына аяқ салып өмір сүріпті. Қанаты қатаймаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмелеп шығып бара жатады екен. Бұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап шыр-шыр етіп балапандарына араша түсетін жан іздейді. Жан шыра көкектен көмек сұрайды. Бүркіт қонаққа шақырды, уақытым жоқ деп жауап береді көкек. Одан шығып шырылдап қарғаға барады. Үйленгелі жатыр едім, мазамды алмашы дейді қарға. Қарлығаштың амалы таусылып ұшып келе жатқан кезде алдынан Дәуіт шығады. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен дауысын естіп, досым, не болып қалды, неге жылайсың деп сұрайды. Сонда қарлығаш жауыз жылан балапандарымды жұтқалы жатыр, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Не істерімді білмеймін деп шырылдап, көз жасын төгіп жібереді. Олай болса мені ұяңа тез жеткіз дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосып, Дәуітті жотасына салып алады. Көзді ашып жұмғанша ұяларына ұшып келіп жетеді. Жауыз жылан ұяға жақындап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш ендігі бір сәт кешіккенде балапандарды жұтып, жұмсақ ұяда ұйықтамақшы екен. Дәуіт сонда аяғымен шаба тырнап, жыланның екі көзін ағызып ойып алады. Жылан жерге сылқ етіп түсіп мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен ажырамай дос болып, содан бері бірталай заман өтсе де екеуі бір ұяда тәтті өмір сүреді екен.